Мінекей достар, біздің YouTube каналымыздағы монетизация не үшін өшіп қалады? Соңғы уақытта барлығында осы мәселе шешілмей жатқан мәселе десе де болады. Өйткені барлығы AdSense-тен пин-кодты растаған жоқ. Сізге пин-код жіберіледі. Сізге ол пин-код в реале жеке почтаға келеді. Яғни ол ауылда тұрсаңыз ауылда почтаға келеді. Қалада тұрсаңыз үйге жақын, ең жақын почтаға келіп, сізге хабарласу керек болады. Және де сол почтадан келген хатты алып, кәдімгідей ашып, сол жерде жазылған пин-кодты осы жерден подтвердить деп басып, сол пин-кодты енгізу керексіз. Бұл хат келмейді. Көп жағдайда келмейді. Өйткені сіз адресті дұрыс жазған жоқсыз. Яғни сіз ең бірінші шарт, сіз өзіңіздің жеке мынау адресная справка деген бар ғой. Біздің жеке мемлекетте қандай адресте тіркеліп тұрмыз, сол бойынша соны тіркеу керекпіз AdSense-ке де. Бірінші шарт, сіз 18 жастан асу керексіз. Екінші шарт, сіз Қазақстанның азаматы ретінде 18 жастан асқан азаматы ретінде сіздің мекен жайыңыз болу керек. Сол адресті сіз осы почтаға енгізесіз. Түсінікті ғой? Егер, мысалға, көбіне маған 18 жасқа толмаған балалар, қыздар жазып жатады, ондай жағдай болатын болса, ата-анасының атына AdSense почта ашып, соған тіркеу керек болады. Ол үшін бірінші біздер мына жерден платежи дегенге кіреміз. Көрсіздер, біздерде $116 жиналып қалған екен. Сол $116 өзі шешілмейді. Банковский картаны тіркедік. Оны тіркеу біздің менің YouTube каналымда тұр. Каспий Голдқа тіркеп қойғанбыз. Сондықтан бұл жерден сіз ең бірінші шарт адресті ауыстырып, пин-кодты сол адреске жіберу керек. Мына жерден настройки деген тауып аламыз. Платежи, платежные данные, потом управление настройками. Және осы жерден біздер наименование и адрес деген тауып аламыз. Жанында оқып қарайтын болсақ, бұл сіздің домашний адресіңіз или юридический адресіңіз дейді. Яғни бұл не үшін дұрыс болу керек? Яғни сіздің реальный адам екеніңізді, реальный Қазақстанның азаматы екеніңізді дәлелдеу үшін сіздің уже иіңіз, данныйларыңыз ана жақта бар. Енді соны осы адреспен сәйкесе ме, жоқ па? Соны олар ана жақтан тексереді. Егер тексерген жағдайда дұрыс болса, сол адреске жібереді. Және де ол адрес ол Google-дің адресі бойынша келетін болады. Адресті жазамыз. Біздер Google карта бойынша өзіміздің адресімізді жазып, сол Google картада қалай жазылған, сол адресті дәл солай жазамыз. Латинский болса латинскиймен, кириллица болса кириллицамен өзіміздің адресімізді, өзіміздің платежный данный деген жердегі толтырамыз. Соңынан сохранить деп сақтаймыз. Және де мен сізге сілтемесін қалдырып кетемін сипаттамада. Дәл осы жерге кіріп, осы мен басқан кнопкалар бойынша да, және продолжить деген сияқты осыларды басасыз. Нет, пин-код еще не пришел деген бар. Соңынан осыны басқан соң бір сілтемені басасыз. Яғни сіз осы жер толтыру керексіз. Бұл жерде өте қарапайым. Мен бұл жерде әдейі адамның атын конфиденциальность болу үшін көрсетпей тұрмын. Өзіңіздің есіміңіз документ бойынша қалай жазылған, өзіңіздің AdSense-тің пин коды, содан кейін уже сіздің идентификацияңыз, пап деп басталатын, көшіріп қоясыз. Және де мына жерде выбрать файл дегенді басып, сіз өзіңіздің суретіңізді және де өзіңіздің удостоверениеңізді фотосын жіберетін боласыз. Яғни удостоверениені ұстап, қағазға қойып, сол қағазға еще аты жөніңізді, почтаңызды жазып, соны фотоға түсіріп, соны жіберу керексіз. Мінекей достар, бізге осындай хат келді. Яғни біздің жаңа мына жерде тұрған ақшамыз уже аударылды. Яғни оны қайдан білеміз? Оны біз дәл қазір платежи деген жерге кіріп, осы жерден көре аламыз. Мінекей, бізде уже толып тұрған жаңа жиналған ақшамыз 0 болып тұр. Яғни оны транзакция деген жерден қарай аламыз. Транзакция деген жерден 22 ноябрь
минус $116 аударылды деп тұр осындай счетқа. Енді қараңыз, бұл жерде 22 ноябрь деп тұрғаны, өйткені Америкада 12 сағатқа примерно артта бізден. Сондықтан да оларда қазір әлі 22-сі, хотя мен 23 күні жібердім таңертең, иә. Енді бұл ақша 5 күннің ішінде түседі. Яғни мына жерде жазылып тұр, осы жерде баланс в течение 5 рабочих дня дейді. Яғни 5 жұмыс күнің аралығында жаңағы ақша түсетін болады. Алдағы уақытта бұл жерге ақшалар жинала береді, және де минимум $100 болған кезде мына жерде ақша жинала береді просмотрдан. Алдағы уақытта уже монетизациядан түскен ақша сразу осы жаққа жинала береді, және де осы жерге жиналған ақша минимум $100 болған кезде ол ай сайын картаға түсіп отыратын болады. Ай сайын, айдың соңғы 10 күнінде деп айтылады. Көп жағдайда 22-сі мен 31 аралығында. 20-сы мен 30 аралығында десек те болады. Кейбіреуіне 22-сі күні, кейбіреуіне 29 күні деген сияқты әртүрлі уақытта түсетін болады. Ендеше достар, сіздерге бұл видео пайдаға жараса, кәдеге асса, онда түртіп барлығына тарата жүріңіздер. Осылай жасайды екен деп. Менің де жеке курстарым бар YouTube-қа қатысты. Ол жерде таза YouTube-ті толық үйренетін, және де менің бақылауымда маған кез келген уақытта сұрақ қою арқылы сіз өзіңізге жауап алып, әрі қарай дамып отыратын боласыз. Ол туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, мен сипаттамаға толық ақпарат қалдырып кетем, байланыс номерімді қалдырып кетем, WhatsApp ссылкамды қалдырып кетем деген сияқты. Соған байланысып жазсаңыз болады. Сау саламатта болыңыздар, YouTube-та дамыңыздар, YouTube-та тонаңыздар, контент жасаңыздар, өз контенттеріңіз арқылы адал еңбекпен адал ақшаны таба жүріңіздер.